Қазақстанның тұңғыш халық әртісі Жұмат Шанин 1892 жылы Баянауыл өлкесінің Желтауында дүниеге келеді. Ежелден өнер қонған өлкенің тумасы болғандықтан болар, жастайынан ән мен күйге, сал-серілікке бейім болып өседі. Қара жұмысқа жегілсе де, арасында жәрмеңке аралап үлкендігішілі өнер иелерінің қасында болыпты. Қоянды жәрмеңкесі тек қазақ емес, басқа да ел саудагерлерінің бас қосатын орны. Мұнда жер айыне өнерге жақын жас Жұматтың қанат серпуіне әсер етті. Тегі ол осы бір күйді онан дейінгі саналы өміріне серік етті. 1920 жылдардың ішінде Шаниннің мәдени ағарту саласында еңбекке барынша көңіл аударғанын көреміз. Омбыда оқуда жүрген кезінде қазақтың көптеген зиялыларымен таныс болады. Кейін Семейге келіп, губернаторлық комитетте қызмет атқарып жүрген кезінде де өнерін шыңдаумен болыпты. Сол Семейде алғаш театр труппасын құрып, өзінің шығармашылығымен Арқалық батыр пьесасын алғаш сахналайды. Жұмат Шанин халықтың өнердің барлық қайнар көзінен нәр алғандығын, өзі сахналаған қойылымдарға қазақтың ұлттық би өнерін шеберлікпен қоса білгендігінен аңғаруға болады. Өрмек биі, қоянның биі, яғни біздің қазақтың қалпына жақын. Көкпар. Сенесіз, көкпар десек, мысалы, бүкіл жігіттер атқа отырды, көкпар тартуға шықты. Ал осыны сахнада беру, мен ойлаймын, мен әр осы күнге дейін театрға жиі барам, Алматыда барып жүрдім. Көкпар биін сахнада әлі мен көрген жоқпын. Ал осы биді кезінде Семейде Бәйбіше Тоқал деген Жүсіпбек Аймауытовтың пьесасы бар. Соны қойған кезде ауылдың көрінісін кешке таман көретін қоятын кезде осы көкпар биін жіберген екен. Кейін Қызылорда қаласында кәсіби театр ашылған кезде тұңғыш режиссер болып Жұмат Шанин барды. Қазақ сахнасына Шекспир мен Пушкин шығармаларын, замандастарының барлық дерек драматургиялық туындыларын алып келді. Бірақ алда келе жатқан 38-дің қырғыны атақты өнер иесінде айналып өткен жоқ. Қайым Мұхамедханов дейтін ақанымызды білесіз ғой, біздің нені? Иә. Әуезов танышы, соның үйінде болып, маған бір рет бір фотографиясын көрсеткен болып, мына кісіні танысым. Ну, атам дедім ғой. Атаңды танитын білем ғой. А мына жоғарыда отырған кім деймін? Мен білем, бір орыс жігіт қарасам, Ежов дейді. Қай Ежов дедім? Анау Ежов дейді. Иә дейді. Сол Ежов, Сталиндегі Ежов, ана Ежовщина дейді ғой. Берінің алдына Ежов. Сол кісі, оказывается, Семейден бастап, сол губкомда істеген екен. От соның Ежовтың маңайында отырғандардың бәрін сол кісі несімен бәрін атылды деген. Ешбір адам қалмады. 1938 жылы атылған Жұмат Шанин 58 жылы қайта ақталады. Тәуелсіздік алған соң қазақтың бір туар таланты деңгесімі қайта түлеп, биылғы 125 жылдық мерейтойы еліміздің түкпір-түкпірінде тойлануда. Жанасыл Серікбол, Қанат Ахметжанов, Ерсин форум.